тігін сүйер қыздар жұқа сетка матасына не болмаса осындай шифондарға түймелік жасаған кезде мынандай подбордымызға петляңыз мынандай дублерин матасыз өте ұзаққа шыдайтын әдемі етіп жасалатын өңдеу жұмысын көрсететін боламын. Қараңыздар, алдыңғы бойдың обработкасын жасап алдық. Мінекей түймеліктеріміздің орнын белгілеп алдық. Ендігі кезекте бізге ине жіппен паутинка керек болады. Қыздар, сіздерге түсініктірек болу үшін паутинканың өзін қиып алдым. И мына жерде қараңыздар, прям паутинканы жалеть етпей осылайынан складывать етіп барып тігіп алсаңыздар, чтобы жаңағыдай петляны түсірген кезде ешқандай қиындық болмас үшін. Осылай көктеп алыңыздар міндетті түрде. Мінекей қыздар, әдемілеп көктеп тігіп алдық. Мынау беткі бетіндегі паутинкасы, мінекей мынау астыңғы бетіндегі паутинкасы. Енді машинкада петелькамызды жасап шығамыз. Петелькамызды жасап алдық. Енді біз мына көктеп тіккен тігісімізді алып тастаймыз. Енді әдемілеп мынаның барлығын қиып алып тастаймыз. Прям тігістің түбінен. Қиып алсаңыздар да болады, негізі жапып алып тастасаңыздар да болады. Екі жағын бірдей. Ақырын былай қолмен алып тастайық. Мінекей алып тастадық. Енді осы тігісімізді әдемілеп жақсылап үтікке бастырып тігеміз. Екі жағына бірдей тіктеп алайық. Мына жасаған петелькамыз жусаңыздар да ештеңе болмайды. Қараңыздар, жусаңыздар да бітпесеңіздер де ешқандай сетмейтін әдемі осындай петелька жасасаңыздар болады. Видеом сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Сақтап алып, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Осындай пайдалы ақпараттармен үнемі сіздермен бөлісіп отыратын боламын.